Сәлем баршаға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін боялдыдан, яғни баклажаннан осындай ерекше дәмді тағамның жасалу жолын көрсететін боламын. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге екі орташа баклажан, яғни боялды керек болады. Ортасынан бөлеміз, және сол бөлген бөлігімізді тағы екіге бөлеміз. Сонда бізде бір баклажаннан 4 бөлік шығады. Яғни екі баклажаннан 8 порциялы тамақ дайындайтын боламыз. Баклажанның бір бөлігін аламыз. Екі шетіне шанышқыны қоямыз. Және осылай видеодағыдай етіп кесеміз. Шанышқы не үшін қажет десеңіздер, баклажанның соңына дейін, яғни түбіне дейін турарып жермеу үшін қажет болады. Екінші жағын аударамыз, тура солай қиғашынан кесетін боламыз. Яғни бізде баклажанымыздың төбесінде ромбик тәріздес формалар пайда болу керек. Міне баклажанның төбесінде осындай ромбик тәріздес формалар пайда болды. Осылай баклажанның барлық бөліктерін кесіп аламыз. Баклажанның бөліктерін барлығын кесіп алдық. Енді ыдысымызға саламыз және оның үстінен су құямыз. Су құйғанда біздің баклажандарымыз суға толықтай батып тұруы керек. Және оның үстінен бір шай қасық тұз саламыз, араластырамыз. Бетін тарелкамен жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Тартылған етке үткіштен өткізілген пиязды, бір жұмыртқаны, тұз және бұрышты, 2 ас қасық ұнды салып араластырамыз. Егер сіздің салмаңыз өте сұйық болса, онда тағы 1 ас қасық ұн салсаңыздар болады. Салмасы дайын болды, міне осылай болады. Енді баклажандарымызды дайын. Осылай әр бөлігін ашып, қолымызбен шанышқының көмегімен осылай салмасын салып шығамыз. Енді бірінші, екінші салғандарыңызда өте ыңғайсыз болуы мүмкін, ал кейін үшінші, төртінші ары қарай өте жеңіл бола бастайды, қолдарыңыз үйренеді. Осылай егер салмасын көп салсаңыздар, артықтарын алып тастауға болады. Бір қатарын салып болғаннан кейін екінші қатарын саласыздар. Осылай қолымызбен тазалап, артық салмасы болса алып тастасаңыздар болады. Сонда біздің баклажандарымыз одан да әдемі көрінеді. Міне бізде барлығы дайын, салмаларын салып алдық. Табаға сұйық май құямыз, қыздырамыз, баклажандарымызды салып қуырамыз. Яғни сұйық майды көпте құйғандарыңыз дұрыс, өйткені бізде баклажан майды өте қатты жақсы көреді. Бір жағын қызартып қуырғаннан кейін, екінші жағына аударып, екінші жағын да қызарғанша қуырып аламыз. Соусын дайындаймыз. Ыдысымызға су құйып аламыз, 350 грамм. 2 ас қасық томат пастасын саламыз. Және үткіштен өткізілген чеснок,
немесе ұсақтап турасаңыздар да болады. 2 ас қасық сұйық май құямыз. Жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық қант саламыз, араластырамыз. Және мұнда менде өзімнің арнайы қысқа дайындаған томаттарым бар. Осыдан 2 бөлігін салатын боламын. Рецептісін, ссылкасын видеоның астында қалдыратын боламын. Қарап көрсеңіздер болады. Және баклажанымызды пісіретін қазанға соусымызды құямыз. 5-10 минут қайнатамыз. Қайнаған соустың үстіне баклажандарымызды бір-бірлеп салып шығамыз. Баклажанның бәрін салып алғаннан кейін 25-30 минут баяу отта баклажандарымызды бұқтыратын боламыз. Баклажаннан жасалған ерекше тағамымыз дайын болды. Гарнир ретінде қайнатылған күріш дайындадым. Ал оның дұрыс жасалу жолының рецептісін бұйырса салатын боламын. Міне біздің тағамыз осылай әдемі, дәмі өте керемет шығады. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Іштері де осындай піскен баклажанымыз өте дәмді шығады. Әсіресе ер кісілерге дайындап берсеңіздер, тойымды тағам болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.